Сәлеметсіңдер ме, студенттер? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз қазақ тілі мен әдебиеті сабағында көрнекіліктің түрлері. Жоспар: көрнекіліктерді қолдану әдістеріне қойылатын талаптар, көрнекілік әдісінің тиімділігі, қолдану түрлері, сурет көрнекілігі, графикті көрнекіліктер. Пайдаланған әдебиеттер: Жапаров қазақ тілі сабақтарында тіл тарту, орыс сыныптарына арналған қазақ тілі мен әдебиеті оқулықтары және бағдарламалары. Орыс сыныптарында қазақ тілі мен әдебиет сабағында көрнекіліктерді пайдалану, грамматикалық ұғымдарды немесе ережелерді түсіндіруге көмектесіп қана қоймай, сондай-ақ оқушылардың пікір алмасуына, сөзді анық айтуына, сөйлемді дұрыс құрай алуына мүмкіндік туғызады. Көрнекі құрал мұғалімнің сабақта өткен материалдарды қайталау, жаңа материалдарды түсіндіру, бекіту мақсаттарында қолданылуы мүмкін. Сондықтан да көрнекілікті белгілі бір мақсат қоя отырып пайдалану қажет. Көрнекі құрал білім сапасының кепілі. Сондықтан көрнекілікті өзінің әрбір сабағында орынды пайдаланып, оқушының ынтасын арттыруға, сапалы білім беруге қол жеткізуге болады. Шәкірттің белгілі білімі мен зейіні ұстаздың айтқан сөзі ғана емес, көрсеткен үлгісімен сабақтасып байланысып жатады. Әр сабақта сапалы тиянақты білім беруде көрнекілік принципі басты рөл атқарады. Атақты педагог Ушинский көрнекілік оқытудың ең негізгі мақсаты байқағыштыққа, логикалық түйіндеуге және өзінің көргендерін сөзбен дұрыс жеткізуге жаттықтырады деп сабақ барысында көрнекілікке баса назар аударды. Оқушылардың дүниетанымы көрнекілік арқылы дамиды, жетіледі. Олар заттардың өзін немесе бейнесін, көлемін тікелей көріп байқап таниды. Балалар қазақ тілін қуана үйрену үшін көрнекілікті түрлендіріп қолдану қажет. Біріншіден, балалардың қазақ тіліне деген ықыласын қалыптастыру және осы тілде сөйлеп үйренуге қызықтыру үшін, екіншіден, балалардың білімін жоғарғы деңгейге арттыру үшін. Көрнекілік заттар мен құбылыстардың өзін тікелей көрсетуге болмайтын жағдайда да көрнекіліктер қолданылады. Көрнекіліктер оқушының құбылыстарды байқауға, қабылдауға деген ынтасын оятып, ізденіс дағдыларын қалыптастырады. Көрнекілік бақылауға, тақырыпты терең игеруге, білуге, білгенін салыстыру, қатар қоя білуге, абстракты ұғымдарды дамытып жетілдіруге жол ашады. Көрнекілікті оқытудың белгілі мақсатқа сай қолдану барысында бүтіндей немесе бөлшектерін көрсете отырып, бүтінге жетелеуге болады. Көрнекілікті сабақта тақырыпқа сай болғанда ғана пайдалы, тиімді болмақ. Сызба көрнекіліктер деп қағазға немесе электронды тақтаға жазылған түрлі көрнекіліктерді атаймыз. Олар сызба, схема, таблица, кеспе, карточкалар, грамматикалық материалдар. Өзге ұлт өкілдеріне ауызекі сөйлеу стилін дамытуға сызба көрнекіліктер көбірек қолданылады. Сызба көрнекіліктерді қабырғаға іліп білген де тиімді. Сызба көрнекіліктер қолдану мерзіміне қарай екі түрлі болады. Ұзақ уақыт қолданылатын көрнекіліктер, бір сабақта қолданылатын көрнекіліктер. Бұл көрнекілікті жаңа сабақ өткенде әр тақырыпқа байланысты пайдаланған өте тиімді. Оқушылар жаңа сабақты теория жүзінде емес, практика жүзінде көзбен көріп, өтілген сабақты ауызша оны қайталағаннан гөрі көздерімен көріп оққандары тез есте сақталады. Жаңа сабақты өткенде көрнекілік арқылы жаңа сабақты тез ұғып, тез меңгереді. Қазақ тілінің заңдылықтары күнде ауысып отырмайды, сондықтан бұл көрнекілікті жыл бойы керек кезінде көрсетуге болады. Бір ғана сабақта қолданылатын сызба көрнекіліктерде өте жиі пайдаланылады. Ол таныс емес материалдарды нақты түсінуге, меңгеруге өте ыңғайлы. Сурет, сөз, сөйлемді толық қамти отырып, оқушыларға жеке тапсырмалар беруге болады. Мысалы, қай сөз табы, сұрағы қандай, оқушы және шәкірт деген сөз берілген, сондай-ақ екі сөйлем берілген. Сағила Жақыпбектің оқушыларға үлгі ететін адамдарының бірі еді. Мен оны не 6-шы, не 7-ші сыныпта оқитын шәкірт бола деп жобаладым. Сурет берілген. Міне осы үшеуін қамти отырып, қай сөз табы, сұрағы қандай және оқушы, шәкірт деген синонимдік сөздерді балалар біледі екен. Келесі, аспан, көк, әуе дегенді де осылай беруге болады. Суретпен, сөйлеммен және сөзбен. Балалар қай сөз тап екені, қандай сұраққа жауап беретіндігі,
сөйлемде қалай қолдануға болатындығын олар балалар байқайды екен, біледі екен. 5 сыныпта қара шаңырақ деген тақырыпқа байланысты әкенің қандай қасиеттері болу керек деп ойлайсыңдар деген сұраққа оқушы жауап іздейді. Неге қара шаңырақ дегенде бірден әке деген балалардың аузына түседі? Өйткені қазақта 7 ата әке жақтан ғана есептелінеді. Оның үстіне үйдегі негізгі біздің тірекшіміз, ол біздің асыраушымыз, ол әкелеріміз. Сондықтан да қара шаңырақ деген кезде ең бірінші әке ауызға түседі. Сондықтан әкенің қандай қасиеттері болу керек деп ойлайсыңдар деген сұраққа оқушылар жауап іздейді. Тірек сызбалары бойынша сөйлемдерді құратуға болады. Сол сөздердің құрамға ала отырып сөйлем құратуға болады. Ол қай сөз табы екендігін еске түсіруге болады. Басқа да құнды дүниелерді, қазіргі жобалар жасатуға болады. Қазақ әдебиет сабақтарында сызба көрнектіліктерді молынан пайдаланған тиімді. Ақын жазушылардың өмірі және шығармашылығы жайында деректер беруге немесе сызбалар толтыру арқылы да оқушыларды өз беттерінше іздендіруге бағыт берген орынды. Міне әке деген тақырыпқа балалардың жасаған жұмысы, бұл жерде сурет берілген. Әкенің мойнында отырған бала берілген. Енді балалардың жобасы, ол әке қандай деген кезде балалардың ықтимал жауаппен жасаған дүниелері үйдің тірегі, үйдің басшысы, сыйлы адам, көмектеседі, дархан жүректі, мейірімді, ақылды деген жоба жасаған. Ал екінші топ олардың жасаған жұмысы әке отбасының ұйытқысы, берекесі, мейірім шапағат көзі әке, отбасымыздың асыраушысы, баланың ақылшысы, бағыт берер әрі тірек болар адамы, анамыздың сүйеніші, атамыз бен апамыздың аялайтын сүйікті баласы деп жазды. Міне сонда бір сурет арқылы балалар сөйлемде құрады, сөз тіркестерінде дайындаған екен. 7 сыныпта жыраулар поэзиясы берілген тақырыпқа байланысты төмендегі сызбаны пайдаланамыз. Бұнда жырау және жыршы деп беріліп тұр. Жырау қандай, жыршы қандай, олардың ерекшеліктері берілген. Жырау ол өз жанынан жыр шығарып айтатын, суырып салма ақындық қасиет пен шешендік қасиеттің қатар алып жүретін дарынды ақын. Дуалы ауызды шешен, ақылгөй дана, ойшыл адам. Бұл жырау. Енді жыршы дегенде жыр айтушы, таратушы, көптеген эпостық жырларды жатқа білетін. Жыршылар домбыраның не қобыздың сүйемелдеуімен, белгілі бір мақаммен жырды айтады. Міне жыршы мен жыраудың өзіне тән ерекшелігін осы сызба арқылы балалар естерінде сақтайды, айтып береді екен. Енді бұқар жырау туралы жоба қорғатуға болады. Бұқар жыраудың ерекшелігіне байланысты сол кезде балалар бұқар жырауға құраған жобасы. Бұқар ақылгөй адам, философ, көрнекті ақын, кеңесші, шешен, жырау деп бұқардың ерекшелігін айтатын. Міне осындай жыраулар поэзиясын өткен кезде тақырыпқа байланысты осындай сызбаларды жасатуға немесе пайдалануға болады екен. Сүйінбай Арынұлының жақсы мен жаман адамның қасиетті атты өлеңіне сүйене отырып сызба дайындатуға болады, немесе жоба жасатуға болады. Мына жерде Вен диаграммасы өлең бойынша жасалған, берілген. Жақсы қасиеттер, жаман қасиеттер. Жақсы қасиеттерге жүзі жылы, сөзі майда, сөзіне сақ тұрады, сөз дұрыс, елінің ағасындай, ешкімді жатсынбайды. Ал жаман қасиеттер көкірегі көр, көзі соқыр, өтірікші, өсегі көп, ұрыншақ, ешкімге сүйкімі жоқ дейді. Енді екеуіне ортақ қасиет дегенде жақсыдан үйрен, жаманнан жирен. Кеспе және перфокарта көрнекіліктердің түрін қазақ тілі мен әдебиет сабағында пайдалану.
Жазба көрнекіліктің түрі кеспе көрнекіліктері. Бұл көрнекіліктер сабақта жиі қолданылады. Оны пайдалану өте ұтымды. Қазақ мектебіне арналған тұңғыш әліппеде Ахмет Байтұрсынов кеспе көрнекіліктің талай үлгісін берген. Заманның ағымына қарай кейінгі кезде кеспе көрнекіліктер сабақта күнделікті қолданылып отырады. Үйлестірмелі кеспе әр оқушының ерекшелігіне қарай жеке жұмыс жүргізуге өте ыңғайлы. Үйлестірмелі кеспеде тапсырмалар қарапайым, орта жоғарғы деңгейге сай жасалуы керек. Өйткені сыныптағы оқушылардың білім деңгейі әртүрлі болып келеді. Үйлестірмелі кеспе өтіліп жатқан материалдың мазмұнына қарай әр сабақта пайдаланылады. Бұл үйлестірмелі кеспе оқушылардың сабаққа деген ынтасын арттырып, пәнге деген қызығушылығын арттырады. Жаңа сабақты өткенде ғана қолданылып қоймайды, әр кезеңде қолданған дұрыс. Қазақ тілінде 5 және 9 сыныптарда төмендегідей үйлестірмелі кеспелерді жасап, оқушылармен жұмыс жасаған өте ыңғайлы. Бірнеше тақырыпқа байланысты кеспе карталар тізбегін ұсынамын. Бірінші кеспе. Бұл кеспе арқылы оқушылар тұрақты тіркестің беретін мағынасын өздері тауып дәптеріне жазады. Жүрегі алып ұшты, қобалжыды, төбесі көкке жетті, бармағын тістеді, жермен жексен етті, қол ұшын берді, көмектесті деген секілді. Екінші кеспе синоним сөздерді топтап жаз. Бірнеше сөздер берілген. Нөсер, уәде, көрікті, ұстаз, әдемі, жәрдем, сөз беру, сұлу, қатты жаңбыр, көмек, көрікті, мұғалім деген секілді. Осының ішінде синонимдік қатар, мысалы, көрікті, әдемі, сұлу деп синонимдік қатарды балалар жазып шығады. Келесі, мысалы, ұстаз, мұғалім деп, оқытушы деп синонимдік қатарды жазып береді екен. Үшінші кеспеде сөздердің дұрыс сөйлем құрастыр. Яғни, сөздер түрінде беріліп тұр, осыларды дұрыс ретімен қойып сөйлем жасап шығады. Мысалы, сынып біздің мынау деп беріліп тұр, енді осыны мынау біздің сынып деп дұрыс сөйлем қылып құрастырып шығарады екен. Бесінші кеспе берілген тіркестер құрамындағы сөздерді тура және ауыспалы мағынаны білдіруіне қарай бөліп жазыңдар. Терең сай, терең білім, терең адам, терең құдық, терең су, терең сезім дегендер берілген. Осында, мысалы, терең сай, терең құдық, терең су бұл тура мағынаны беріп тұр. Ал терең білім, терең адам, терең сезім бұл ауыспалы мағынада беріп тұр. Алтыншы кеспе көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып, сөз тіркесін толықтырып жазыңдар. Асыл, қара, кең, қысқа, сұрғылт, сары, қалың, терең деген сөздер берілген. Енді осының ішінде, мысалы, кең дала тіркесін қойып жазады екен. Қазақ тілі мен әдебиет сабағында сурет көрнектілігі де сабақтың нәтижелі болуына ықпал етеді. Сурет көрнектілігі көбіне оқушылардың тілін дамыту мақсатында қолданылады. Сюжетті суретке тақырып қою, сурет бойынша сөйлемдер құру, суреттің тақырыбына сай мәтіндер құрастыру сияқты жұмыстардың түрін жүргізуге болады. Сонымен қатар сурет тақырыбына байланысты мазмұндама, шағын шығарма жаздыру өте тиімді. Өйткені сюжетті суреттер арқылы бала қарайды, сол суретке ойланады, соған қарап шағын әңгіме, шағын шығарма, ой толғау жазады екен. Суреттер арқылы қазақ халқының салт дәстүрін, ырым-тыйымдары жайында мәлімет беруге де қолайлы. Оқушылардың сабаққа деген қызығушылықтарын суреттер арқылы арттыру тиімді. 5-6 сыныптарда менің отбасы мүшелерім тақырыбындағы сабақта төмендегідей тапсырмалар орындатуға болады. Сурет берілген, менің отбасым деген, осы сурет бойынша сұрақ дайындатуға болады балалардың өзіне. Енді сұрақтар дайындағаннан кейін, осы сұрақтар бойынша балаларға жауап бергізуге болады. Мысалы, сұрақтар құрайық. Бірінші, суретте кімдер бейнеленген? Екінші, отбасында неше бала бар? Үшінші, бұл отбасы туралы не айтар еді? Енді осы сұрақтарға балалар жауап береді екен. Қазақ тілі мен әдебиет сабағында көрнекіліктің түрлері көп. Тек соны сабақ нәтижесіне қарай бағыттап пайдаланғанда тиімді болатыны анық. Кері байланыстың тапсырмасы батырлар елі тақырыбында сурет дайындап, суретке байланысты сұрақтар дайындайсыңдар. Яғни батырлар елі тақырыбында сюжетті сурет дайындайсыңдар. Ол батырлар жырына байланысты ауыз әдебиетіне дайындалуы мүмкін, ауыз әдебиеті бойынша, немесе алдымызда келе жатқан
9 мамыр жеңіс күніне байланысты, ұлы жеңістің 75 жылдығына байланысты жаңағы сюжетті сурет алуларыңа болады. Осы сюжетті суретке байланысты бірнеше сұрақтар қарастырасыңдар. Кері байланыстың тапсырмасы, сюжетті сурет дайындау, тақырыбы батырлар елі. Кері байланыстың тапсырмасы Canvas жүйесі арқылы және электронды почта, WhatsApp желісі арқылы жасайды екенсіңдер. Сабақ аяқталды балалар, сау саламатта болыңдар.